Сәлем достар, бүгін біз капустадан өте дәмді барлық тағаммен ұсына алатын салат дайындаймыз. Бұл үшін 1,5 килограмм капустаны ұсақтап тураймыз. Бір үлкен болгар бұрышын ұзынша етіп турап аламыз. Бір үлкен сәбізді теркадан өткізіп турап аламыз. 2-3 тісше чеснокты теркадан өткізіп қосамыз. Енді маринад дайындаймыз. 500 мл ыстық қайнап тұрған суға 1 ас қасық тұз, 2 шай қасық қант және 50 мл алма сіркесін қосамыз, немесе 6% сірке суын қоссаңыздар да болады. Және 50 мл сұйық май қосамыз. Араластырып, астын жай отта 5-10 минут қайнатып аламыз. Турап қойған капуста мен сәбіз, болгар бұрышын араластырып аламыз. 2 литрлік банкаға тығыздап капустамызды саламыз. Үстіне ыстық маринадымызды құйып, бетін жауып қоямыз. Салатты таңертең дайындасаңыздар, кешке дайын болады. Салат дайын, өте дәмді ет тағамдармен жақсы үйлесетін салат. Дайындап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды және лайк басуды ұмытпаймыз.